Бүгін міне көрдік, бұл бес жігіттің біліп отырмыз, бес жігіт не істі болғанын бес жігіт өзінің жеке мүддесі үшін емес, бес жігіт осы қазақтың, осы сенің мен менің, біздің балаларымыздың намысын қорғаймын деп осы бес жігіт болған. Біз оларды қорғауға міндеттіміз. Біз өзіміздің ұланымызды, өзіміздің батырларымызды қорғай алмасақ, онда біздің елдігіміз қайда? Біз бұларды соңына дейін қорғаймыз. Бұларды қашан бостандыққа шығарғанша біз оларды қорғауымыз керек. Екіншіден, Қытай осы арқылы қазақтың тамырын басып отыр. Мен Қытайда өскен қазақпын. Қытай осы арқылы біздің тамырымызды ұстап отыр. Егер де осы жолы біз Қытайдан осы сотта жеңілсек, онда қазақтың жеңілгені болады. Осы жігіттер соттатса, кез келген біреуімізді соттатады. Кез келген біреуімізді осы жерден жұлып алып Пекинге апарып соттауы мүмкін. Сондықтан осы сот біздің елдігімізді шешетін, біздің тәуелсіздігімізге барып саятын сот. Сондықтан бұл сотқа ертең осы жиналған халық бұдан да көп болып келіп атсалысыңыздар. Осы жігітті ертең ортамызға алып, басымызға көтеріп шығайық. Алаш қазақ!